لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, ең әуелі бүкіл әлемнің жаратушысы, рахымды болған, мейірімді болған, кешірімді болған Аллах Тағала мақтауына мадақ болсын. Екінші, адамзаттың асыл тәжі, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың игілігіне сәлем болсын. Алладан ақыреттен үміті бар, мешітке бас қойып отырған сіз сияқты, біз сияқты құлдардың Аллах өз тыныштығына, берекене, жақсылығына болсын. Жұма қабыл болсын. Айтылайын деп отырған уағыз насихатымыз өзіме және сіздерге де пайдалы болуды Алладан сұраймын. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы неке және оның шариғаттағы маңызы. Неке, отбасы құру, жанұя болу. Жанұя, отбасы болу біз дінімізде де, дәстүрімізде де өте маңызды рөл атқарады. Себеп отан отбасының басталады. Егер де отбасы дұрыс болса, онда қоғамда, отанымызда дұрыс деген сөз. Егер отбасы дұрыс болмайтын болса, онда одан хайырлы, берекетті қоғамды, отанды көру қиын. Сондықтан бұл неке отбасын құру тақырыбынан бұрын жамағат, отбасын құруға дейінгі адамның өмір сүруі, білімі, әдебі, иманы, одан кейінгі отбасын құруында өте маңызды рөлі көп екен. Бізде қазақта сөз бар ғой, үйлену оңай, үй болу қиын. Қиын деген кезде ол қиынның жауапкершілігі бар. Кез келген нәрседе жамағат, байқасаңыздар, міндетті түрде дайындаламыз біз. Дайындық болады. Ал қазіргі кезде үйлену мәселесінде дайындықсыз болып кетіп отыр. Сондықтан ең бірінші жамағат, осы бабаларымыз айтқан сияқты үйлену оңай, үй болу қиын дегендегі мұның жауапкершілік сезіндіргісі келеді. Сондықтан біз жастайымыздан шамамыз келгенше біреудің ала-жібін аттамай, өтірік сөйлемей, үлкендерге құрмет қылып, әрбір мұсылманның, қазақтың қызын өзінің қарындасындай көре алса, жас бауырларымыз, онда Құдай Тағала оның пейіліне сай хайырлы жар нәсіп қылады. Бұл дәлелденген нәрсе. Шын айтайын. Кім жастық шағынан арлы, иманды, ынсапты болады, Құдай Тағала сол пейіліне қарай сонда жар нәсіп қылады. Бұл жастарға көп айтылу керек болған насихат. Себебі Аллах Тағала Құран кәрімде, білесіздер, Құран біздің бақытымыз үшін түсірілген. Құран біздің бақытымыз үшін түсірілген. Сол Құран кәрімде Нұр деген сүре бар. Нұр сүресі. Соның 26 аятында былай деп насихат қылады бізге. Жаман әйелге, дұрыс емес жүрістегі, әйелден бастайды бірінші. Дұрыс емес жүрістегі қыз баласына, әйелге дұрыс емес еркек бұйырады. Дұрыс емес еркекке, жаман еркекке. Дұрыс емес әйел бұйырады, қыз бұйырады. Енді жақсы әйелге жақсы ер бұйырады. Жақсы ерге жақсы әйел бұйырады. Қайталап айта береді осы жаман. Ал бізде қазақта әдемі сөз бар, тең-теңімен тезі қалың. Әдемі жаман. Анандай бір аңыз ертегі жоқ жаман. Біз жастайымыздан болмайтын біреудің ала-жібін аттап, арамдық істеп, біреудің қызына зұлымдық жасап жүріп,
Хайырлы мен қыз алам деу қиын, өтірік. Соны біз бір сөзбен айтып отырдық жаңа. Тең-теңмен тезек қабын. Бәрі өзінің лайықты адамын табады жаңа. Ол әділдік бұл. Лайықтысын табады. Егер де өзі осы үйленуге дейін дұрыс болса, Құдай тағала соған пейіліне қарап береді. Сондықтан міне біздің әрқайсымызда Құдайға шүкір, ұлдарымыз бар, қыздарымыз бар, жамағат көп айтуымыз керек бізге. Құлақтан кіріп бойдалар дейді, көп насихат қылу керек. Өйткені әлеуметтік желі, басқа нәрселер бар, орта бар жамағат. Олар болмайтын жеңілтектікке қарай тек қана ойнасам, күлсем, жүре тұрсам деген нәрселерге қарай үгіттейтін нәрселер өте көбейіп кетті. Сондықтан отанды сүю отбасынан басталады деп жатқан сол да. Біз отбасымызда әрқайсымыз қанша әкелер, аталарымыз отыр, біз қыздарымызға, ұлдарымызға сен қандай боласың? Құдай қаласа ертеңгі өміріңде сондай болады деп көп нәрсе айтуымыз керек. Айта беру керек жаңағы. Ол кезде ол несінен миына сіңеді. Сөйтеді да ол жүріс-тұрысын мен реттесем, онда Аллах тағала сол пейіліне қарап береді екен деген түсінік пайда болады да арамдыққа бармайды. Мына өмірдің өзі жамағат бір теңіз. Сол бізде сөз бар ғой, білесіздер, өмір теңіз. Онда жүзем демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ізгілік, әдеп, иманға құрылмайтын болса өмір. Былай қарап та үйлену мәселесінде, одан кейін мәселеде де не бола береді? Қиыншылық бола береді. Жамағатына дініміз, ислам дініміз біздің өмірімізді жеңілдетуші. Алла және оның елшісі біздің өмірімізді қандай дәрежеде бағынса, қандай бақытты болатынын, егер бағынбаса, бақытсыз болатынын көрсету керек. Мына шарттарға бағынасың, бақыттысың. Егер де бұған Алла оның Расулының айтқанына, кеше бабаларымыз көрсетіп кеткен жолдан шығасың, онда ренжіме дейді. Өз бабам, өзіне. Сондықтан неке үйленуден бұрын жамағат үйленбей тұрып үйрен деген қазір ұстаздарымыздың жақсы кітаптары шығып жатыр. Құдай тағала бауырларым өте жас бауырлар. Пейілімізге қарап береді бауырлар. Біз қанша дәрежеде арық, намысты, біз қыздарға адал боламыз, сырттан да ешкім тиісе алмайды біздің адалдығымызға байланысты. Біз де Құдай қаласа бізге өте текті, Алланың ақыретінен қорқатын. Біз сондай болсақ, сондай жар насып болады. Себебі мынандай бір тамаша сөз бар. Өмірді теңіздеп қалдық қой. Сонда мынандай бір тамаша мысал бар. Кеме ағаштан құрылады. Егер сол ағаш шіріп кеткен болса, жақсы кеме шықпайтын сияқты, адам да иманында, дінінде, босаңсып, әдебінде. Егер дұрыс болмаса, одан дұрыс семья болмайды, отбасы. Дұрыс отбасыдан дұрыс қоғам болмайды, дұрыс қоғамнан дұрыс ел шықпайды екен жаңа. Сондықтан жеке адамның басталады екен жаңа. Жеке адам дұрыс болып жатса, әлхамдулилlah одан хайырлы ұрпақтар шығады екен. Сондықтан Құдай қаласа жастарымызға көптеп үйленуден алдын жастайынан әдептілікке, имандылыққа, біреудің ала-жібін аттамауға, Алласына адал болуға, бұйрықтарына, пайғамбарына лайықты үммет болуға, Құранына, үлкендерге құрметіне көп осындай тәрбие беретін болса, олардың ары қарай хайырлы жанұя болып кетуі үлкен себеп туғызады екен жас кезіндегі өмір. Енді некеге келетін болса, жамағат Құдай тағаланың, Алланың адамзатқа берген нығметтері өте көп. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: "Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха", Алланың сендерге берген нығметін санайтын болсаңдар, әсте санап тауса алмайсыңдар.
көз, құлағымыз, ауа, су, денсаулығымыз бәрі нығмет сияқты жамағат. Аллах Тағала ерлі зайыпты жаратып қоюды нығмет екен. Аллах Тағала ерлі зайыпты жаратып қою нығмет. Бұл Алланың рахымының, мейірімінің белгісі екен. Тастап қоймаса да жамағат. Ерді жаратқан, ерден әйел жаратқан. Соны Аллах Тағала Құран кәрімде Рум сүресі 21 аятында былай деп айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин аятихи. Алланың шексіз құдіреттерін көрсететін аяттардан. Не ол деген кезде? Ан халақа лакум мин анфусикум. Сендердің өздеріңнен жаратты. Не жаратты? Азважа, әйелдер жаратты. Не үшін жаратты? Ли таскуну илайха. Сол әйел баласымен тыныштық, берекет, жақсылық табу үшін. Ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. Жамаат, екінші нәрсесін қараңыз. Және де Аллах Тағала айтады: мен жасадым сендердің араларына екінші маваддата, сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік жараттым. Ва рахма, одан кейін бар мейірімділік жараттым. Аллах. Инна фи залика лааятан лиқауми ятафаккарун. Міне осы айтып отқан нәрселеріміз, яғни ерді, әйелді және де екеуін тыныштық, бір-біріне сайғып жаратып қоюды, шындығында бұл айтылып жатқан нәрселерді ойланған, тафаккур еткен қауым үшін нелер бар еді? Алланың құдіреттері, аяттары, белгілері бар еді. Сөйтсек, бұл жерде Алланың рахымы бар екен. Осы аятты имам Әл-Құртуби және де имам Касир деген ғұламалар, тәпсір ғалымдар ашықтайтын осы. Осы жерде мин анфусикум, яғни өздеріңнен деген сөзді бір жаратылыстан деп айтады. Сөйтсек, жамағат бізде қазақта қолданады, екі жарты бір бүтін. Сөйтсек, Құдайдың бұл құдіреті, жақсылық, рахымдылық екен. Бізге қанша үйленіп, үй жайлы отырып қой. Аллах Тағала сол екі жарты болып жүреді екенсіз. Мынақты жарты сол мына аяттағы мен өздерінен дегенді бір жаратылыс деп отыр да. Мынақты жарты болып жүреді, мынақты жарты болып жүреді. Екеуі қосылғанда берекет болады. Үйленуде берекет бар, жақсылық болады екен. Бірақ соның бәрі түсініп үйленіп отырса, ода хайыр бар. Сондықтан жамағат, бұл үйлену, үйлі жайлы болу, Алланың рахымы, берекет, жақсылығы, және де үйлену, үйлі жайлы болу көзімізді, ақылымызды, нәпсімізді, бойымызды жаманшылықтан тияды екен. Сөйтіп Аллаңызға, пайғамбарыңызға адал болуға себеп. Үйлену. Енді жамағат, осы үйленудегі негізгі нәрселердің бірі осы неке ұғымының негізгі түсіндірмесіне келетін болса, неке екі ерлі зайыптылардың бір-біріне жараса отырып қосылуы. Яғни ары қарай хайырлы ұрпақ сүю. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның үйлену сүннеті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Ан-никаху мин сүннати, фаман лам яъмал би сүннати фалайса минни." Үйлену менің сүннетім деп айтады. Үйлену. Кім деген ол сүннетті тәрк етіп, амал етпейтін болса, менен емес. Үйлену, өйткені жалғасын айтады: үйленіңдер, мен ертең қияметте басқа үмметтердің арасында менің үмметімнің көп болғанын қалаймын дейді. Соның мақтаны. Жамағат, бауырларымыз, жастар, берекет бар, бірақ дайындықсыз үйленіп кетпеу. Және де екінші жауапкершілік. Үйленуде жауапкершілік бар жамағат. Аллах Тағала Құран кәрімде әр-риджалу қауамина аля ниса.
Еркектер әйелдерден үстін. Яғни еркектер әйелдерге басшы. Осы жерде тәпсір қалдырады. Басшы дегенде қамқор. Жаман қамқор и жауапкершілік. Өйткені Аллах Тағала басқа бір аятта ер адам мағынасында қыз баланы аманаты деп айтады. Алланың аманаты. Оны не деп айтады? Аят. Яғни мысалы біз әлхамдулилlah байқасаңыздар елде сондай бір не бар. Құранға деген құрмет өте жоғары бізде. Сонда біздің алып отқан жарларымыз Алланың бір несі екен, жаңағы аманат екен. Аманат. Қияметте оған біз жауап береміз. Сондықтан әрбір ер азамат үйленген кезде, қыз баланы алып отқан кезде бірінші Алланың аманаты деп алады. Алла мұны жауапкершілікті алады. Бүкіл жауапкершілікті. Ертең қияметте әрбір жүріс-тұрысына, амалына, әурет жерін жабық болмауына бәріне ер азамат жауап береді. Сол үшін жамағат осындай жүкті көтерген үшін Пайғамбар алейхиссалату вассалам күйеу баласын қатты құрметтеген әмір. Орда хикмет бар жаңа. Бекерден бекер емес екен да. Орда хикмет бар. Сондықтан дініміздің бір адалдығы жақсы жері жаман. Керемет. Еңсеңіз көтеріп отырып, ұстануға лайықты болған дініміздің керемет жері мынандай нәрсе бар. Ер адамның жәннаты кімнің табан астында? Анасы. Ер кісінің жәннаты әке-шешесі. Ал әйел кісінің жәннаты ері. Енді сұрақты болады жаңа. Не үшін? Сонда ол әйел кісінің өзінің ата-анасы қайда бар? Сөйтсек жаңа. Ата-анасы қыз баланы өсірді, өндірді, оқытты, жеткізді ғой. Енді сол жауапкершіліктің бәрін ер адам ол ішінде білмесе де сондай ниетпен барады жаңағы. Қызды алуға барасыз ба? Құда түсіп өзіңіз хитпа деп айтады дінімізде. Кәдімгідей барасыз, еңсеңіз көтеріп, ер адамдар бару керек, әкесінің алдынан өту керек. Барған кезде ол ішінде түйсік болмауы, бірақ негізі сондай түйсік болу керек әрбір ер азамат. Қандай? Енді мен ана қыз баланы алып жатқан кезде осы әке-шешесі өсірді, өндірді ғой, қызметін жасады, оқытты. Енді бұдан кейінгі бүкіл жауапкершіліктің бәрін өзіме алам деп алғаны үшін қыздың жәннаты тікелей кімге өтіп кетеді жамағат? Күйеуіне. Біз кейбір кезде осы хадисті естиміз да, неге сен мынандай хадис бар емес па? Күйеуің разылығын алмасаң сен жәннатқа кіре алмайсың деп біз тікелей қолданып кетеміз ба? Жамағат бұл жерде жауапкершілік жатыр екен да. Жауапкершілік. Яғни сіз бұдан кейін әке орны әке, ана орны ана, ауыртса емдетем, бүкіл жауапкершілік. Әлсіз жаратылған ғой осы әйел баласы. Ар намысын, әурет жерін, бүкіл нәрсесін, зиян нәрселерін қорғайын деп өзіңіздің иығыңызға салған үшін әйел тікелей еріне бағыну міндет болып қалады. Ері әке-шешесіне бағыну. Біздің дініміздің өзі тәртіп бар, әдеп бар өзі. Кім осыған бағынбайды, өзінен өзі ол отбасы, ол семья іштей ірімшік қойы береді. Сондықтан Құран кәрімде де айтып отқан ерлердің әйелдердің үстемдігі ол қорғайтынында екен ғой, аманатында екен ғой жаңағы. Ал әйел бала сол нәрсені сезініп күйеуіне итағат алатын болса, ол семьяда шайтан малғын да көре алмайтын адамдар да бұза алмайды. Осындай не болса жаңағы түсінік болса, мен қайтсам. Сондықтан білесіздер, қыз бала жаңағы өзі ер мен әйелдің алдында не бар жаңағы міндеттері бар. Міндеттері бар да. Сонда қыз бала жаңағы таң қаласы. Мына 4 нәрсені істейтін болса, күйеуге шығады ғой. Мына 4 нәрсені істесе ол
Жәннаттың 8 есігін қалағаннан кіреді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде көрсеткен. Бірінші Аллаға, оның елшісіне. Жалғыз Алланы пайғамбарды оның елшісі құл деп айтса, мойындаса. Екінші намазын оқып, оразасын тұтатын болса, үшінші күйеуі барда да жоқта да арын сақтайтын болса, төртінші күйеуіне итағат етсе, жәннат. Берекет бар. Бәрібір Аллах Тағала ер адамдарға нәпақаны міндеттеп қойды, әйелге емес. Сондықтан әйел адам үйдің тыныштығы, ер адам үйдің енді сырттан ризық несібесін қорғап, үйі бар, несі бар, соны атқарып жүретін болса, өз байланыс болады, берекет болады жамағат. Мін. Сондықтан жамағат біздің алып жатқан жарларымыз, әйелдеріміз әрқайсымызға аман. Олар әлсіз жаратылған, бірақ олардың да міндеті жаңа қағидадан ұстанса, ер жаңа аманат ретінде білсе, әйел кісі менің жәннатым, мен осы разылығына жетсем, қызметінде болсам дейтін болса, онда мына семьяда берекет болады, тыныштық болады. Және де осындай әйел өзінің міндетін біледі, ер адам өзінің міндетін білсе, ондай отбасыдан шыққан ұрпақтар текті болмағанда қайда барады? Текті болмағанда қайда барады? Өйткенде бізде сөз бар, ұяда не көрсе ұшқанда соны білесің. Жамағатына біздің ұрпақтарымыз бар, кейін біздің көңіліміз қалып кетеді ғой. Біздің де оған неміз бар? Дұрыс емес өсуіне себепкерлігіміз бар. Андай бір тамаша қағида бар. Үлкендері әдепті болмаған қоғамның жастарының да әдепті, иманды болуы мүмкін емес. Көріп өсіп жатыр. Сондықтан Құдай қаласа жамағат жастарға көп үлгі болайық, және көп сіңірейік. Үйленбей тұрған кезде көп ұрпақтарымыз айтайық, қаншалық дәрежесін адал, мейірімді, ешкімнің ала-жібін аттамайтын, Аллаға лайықты құл, пайғамбарға лайықты үмбет бола алсаң, соған сай Алла несі деген жамағат жар нәсіп болады. Жастарға айтады. Сондықтан Құдай қаласа үйленуде берекет бар несіздерге. Үйленуде берекет бар. Қандай бірақ исламға сай болатын болса үйлену. Бізде Құдай қаласа отбасында да, одан шығатын ұрпақтағы да керемет болады деп біз білеміз. Солай Құраннан, хадисте түсінеміз. Сондықтан Құдай қаласа жастарымыз үйлі, жайлы болсын. Содан малым жаным арымның садаға ететін қайырлы ұрпақтар көптеп шығуын Алладан сұраймыз. Уақыру дағуана әлхамдулилlah. Екінші жамағат, Құдай қаласа алдыңғы нені айтқан сияқты, арада Айбек деген бауырымыз алдын жұмада келіп отыр, 15 миллион керек, осы жолдың астына. Ол жас магазиннің қасында тұрады өзі. Сенімді, ислам танып бітірген, бірақ жаңа Кореяда жұмыс жасап жүріп, құлап кетіп, жол жарақаттан, өзім білем, одан хабардарым да жалпы да, өйткені маған жақынырақ туған құда боламын ол айтқаныңыз. Олар алдамайды, басқа қылмайды. Мүмкін болса мешітке самай қойыңыздар, бір тамса сол бауырымызға тамсын. Егер ниет қылып келген болсаңыздар, сондай мешітке саламын деп бір жәрдем береді. Сол бауырымызға жашып қойды, Құдай қаласа ел болып, сол бауырымыздың аяққа тұрып кетуге жәрдем береді.